Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 27 шілдеде 1946 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Ол қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылымының докторы, профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры, академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің құрметті профессоры. 1991 жылы Юрий Александрович Гагарин атындағы ғарышкер дайындау орталығында әзірлігін бастады. Сынаушы ғарышкер ұшқышы, сынаушы. Союз ТМ ғарыш кемесінде және Мир орбиталды кешенінде сынаушы ғарышкер ұшқышы жылдамдатылған машықтануын ұшу бағдарламасы бойынша өтті. 1991 жылы қазанның 2-сінде Тоқтар Әубәкіров зерттеуші ғарышкер есебінде Александр Волков және Аустрия ғарышкері Франц Бибок Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшуға кірісті. Апта бойы Мир орбиталды кешенінде жұмыс істеді. 1991 жылы қазанның 10-ында Тоқтар Әубәкіров, Анатолий Арцебарский, Аустрия ғарышкері Франц Бибок Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен жерге қайтып қонды. Ғарышта өткізген мерзімі 7 күн 22 сағат 13 минут.